Біздің бүгінгі тақырыбымыз растрлық кескіндерді құру және редакциялау. Біз растрлық кескіндерді құру және редакциялау үшін жалпы графика дегеніміз не және графикалық редакторлармен қалай жұмыс жасаймыз, соған тоқталатын боламыз. Графика дегеніміз не? Графика гректің графо деген сөзінен шыққан, қазақша жазамын, сызамын, сурет саламын деген мағынаны білдіреді. Графикалық бейнелерге сызбалар, диаграммалар, фигуралар жатады. Ал графикалық редактор дегеніміз графикалық кескіндермен жұмыс істеуге, оларды түзетуге, өңдеуге мүмкіндік беретін және графикалық ақпараттарды өңдейтін программа. Графикалық редакторда әртүрлі түспен, қалам және тінтуір көмегімен сурет салынады. Графикалық редактордың екі түрі кеңінен қолданылады. Олар растрлық графика және векторлық графика. Біз соның ішінде растрлық графикаға жататын Paint графикалық редакторына тоқталатын боламыз.